Саламатсыздар ма? Құрметті қатысушылар. Бүгін Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Жаңажол кен орны 1281 учаскесі мекенжайында орналасқан Евразия Геохимтех инжиниринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде өткізілетін қоғамдық тыңдау. Қоғамдық тыңдаудың регламенті: бірінші, қоғамдық тыңдау қатысушыларын тіркеу, одан кейін жергілікті атқарушы орган өкілінің кіріспе сөзі, қоғамдық тыңдау қатысушысын сайлау, баяндамашыны тыңдау, сұрақтар мен жауаптар, пікір алмасу және қоғамдық тыңдау хаттамасын қабылдау. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың төрағасы өзім Автокөл ауылдық округі әкімшілігінің бас маманы Қасымова Наркес Алабайқызы өзімізді тағайындаймын. Келісесіздер ме барлықтарыңыз? Бұл жауаптан келісілді. Екінші, осы қоғамдық тыңдаудың хатшысы Эко консалтинг групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің экологы Қылышбаев Ғабит Ордабайұлы. Bir ауыздан келісіп қол көтерсеңіздер. Қоғамдық тыңдаудың хатшысы тағайындалды. Енді кезекте осы қоғамдық тыңдаудың регламенті, регламент айтылды. Мұнда сөз кезегін Қылышбаев Ғабит Ордабайұлына беремін. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық қатысушылар, жаңағыдан болсын. Жаңа төраға айтып өтті. Эко консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің экологы боламын. Енді мына объект өздеріңіз білесіздер, осы Жаңажол вахталық кешенінен 3 километр қашықтықта орналасқан. Батпақкөл сондай-ақ жақын орналасқан су объектісі Ембі өзені 4 километр қашықтықта орналасқан. Кәсіпорынның солтүстік шығысында, солтүстік жағында 680 метр қашықтықта CNPC акционерлік қоғамының номер 300 зауыты, солтүстік батыс жағында 3 километр қашықтықта тұрғын аймақ, батыс жағында бос кеңістік, оңтүстік батыс жағында 2 километр қашықтықта Батпақкөл ауылдық округі, оңтүстікте 100 метр қашықтықта Топ батыс меншік кеседі. Шектеулі рұқсат етілген шығарындар нормативтерін әзірлеуге негіз болып, 3 сағаттан 1 сағатқа ауыстырушылар. Себебі 2021 жылы 6 қыркүйекте экология департаментімен 3 сағат ретінде анықталған. Содан кейін облыстық экология департаментінің 22 қазандағы 25 жылғы хатымен объекттің санатын 3 сағаттан 1 сағатқа ауыстыру ұсынылған. Осыған орай мынау қазір действующий мекеменің шыршы жобасын, шектеулі рұқсат етілген шығарындар нормативтер жобасын 1 сағатқа ауыстырып, оған экологиялық рұқсат алуға байланысты осы жоба әзірленді. Мен осы жобамен сіздерге таныстыру үшін келіп отырмын. Бұл зауыт 2018 жылдың 1 наурыздан бері жұмыс жасайды. Жобада бөлінділер мен шығарындылар көздерінің сипаттамалары анықталып, есептеліп, жүйеленген. Евразия Геохимтех инжиниринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің негізгі қызметі мұнай өндіру саласына химиялық реагенттерді пайдалана отыра техникалық қоспалар, ерітінділер әзірлеу. Станция аумағында қазіргі таңда ластауыштар бөлуші 23 тұрақты көз анықталған, оның 5-еуі ұйымдасқан, 18-і ұйымдаспаған. Жалпы ластауыш көздерден барлығы 17,8 тонна жылына ластауыш заттар бөлінеді. Соның ішінде қатты заттар 0,00015 тонна жылына, газдарды және сұйық заттар 17,8 тонна жылына бөлінеді. Атмосфералық ауадағы зиян заттардың таралу көрсеткендей, кәсіпорынның қызметі 2026 жылға арналған атмосфералық ауа сапасының өзгеруіне теріс әсер етпейді. Кен орындарының барлық ластауыш заттары үшін атмосферадағы шашырау есебі шекарасында нормативті сапа ретінде қабылданған және санитарлық қорғау аймағы шегінде қалатындығын көрсетті. Сондай-ақ бұлардың көздерін айтып жіберейін. Бірінші түтін құбыры, бұның ішінде 2 жылыту пештері жұмыс жасайды. Сосын тағы да екінші түтін құбыры, бұнда 3 тонна жылыту қазандықтар жұмыс жасайды. Сондай-ақ тұз қышқылын сақтау қоймасы, сорғы мен айдау тұз қышқылын, автоцистерналарға құю, 46% сілті ерітісін
реакторға құю, жаңағы каустикалық соз дейміз, сілті ерітіндісін айдау, цистерналарға құю, химия реагенттерді сорғымен айдау, метанолды смесителмен құю, бензинді смесителмен құю, бензолды смесителмен құю, этиленгликоль, эмульсоль, уксус қышқылын техникалық спекті смесителерге құю, сондай-ақ солярка химия реагенттерді автоцистерналарға құю, дәнекерлеу посысы, сырлау жұмыстары жатады. Осы кәсіпорынды пайдалану барысында қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленген. Бұл басқару бағдарламасы кәсіпорынның қоршаған ортаға әсерін төмендету мақсатында әзірленген. Жалпы осы кәсіпорынды пайдалану барысында 478 тонна жылына қалдықтар түзіледі. Олар арнайы бөлінген орындардағы контейнерлерге, ыдыстарға, сыйымдылықтарға сақталып, келісімшарт бойынша кәсіпорындарға жіберіліп отырады. Сондай-ақ осы кәсіпорынның станцияның қоршаған ортаға әсерін бақылау мақсатында өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы әзірленген. Бұнда қандай жұмыстар жүргізіледі? Қоршаған орта мониторинг жүргізу, кәсіпорынның шаруашылық қызмет нәтижесінде ластану фактілерін анықтауды ұйымдастыру, автокөлік құралдарынан бөлінетін газдың уыттығына бақылау жүргізу, станция аумағында және станцияға барар жолда шаң басу жұмыстары жүргізу, технологиялық мақсатта жұмсалатын суды есепке алу журналын жүргізу, тұз қышқылы және химиялық реагенттерді айдайтын сорғыларға жөндеу және профилактикалық жұмыстар жүргізу, іргелес аумақтарды көгалдандыру, ағаш отырғызу, гүл егу, санитарлық қорғау аймағының кемінде 40%-ін көгалдандыру, қалдықтардың түрлеріне байланысты маркаланған 5 түрлі контейнерлер сатып алу, сондай-ақ мониторинг жүргізіп отыр. Осы қоғам өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы аясында қолайсыз ауа райы жағдайларында шығарындыларды азайту бойынша шаралар қабылдау, экологиялық бағытта газеттер мен журналдарға, басылымдарға жазылу, мамандардың біліктілігін арттыру кіреді. Қысқаша баяндама аяқталды. Енді сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер. Жоба бойынша қандай да сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойып адам жоқ. Сен не айтасың? Сәнділерді жоба бастамайды. Мен сұрағым. Экологияға деген зиян жоқ болса, бұны не істеуші не деп тұрсың ғой? 2018 жылдың 1 наурыздан бері жұмыс істейді. Бұл өзен санитарлық қорғау аймағында қалады. Бұл ластауыштар бөлінеді ғой, енді ауылдан ауаға ластауыштар бөлінеді ғой. Соны эра бағдарламалық кешеніне орындалған. Бұлар шашырау есебіне сәйкес бұл санитарлық қорғау аймағының шегінен аспайды. Және ол зиян заттар елді мекендерге жетпейді. Неше километр болмасында? Шақырым болмасқа. Мұнда сосын жаңа айтып өттім ғой, неде әсерін төмендету мақсатында әртүрлі жұмыстар жүргізіледі. 90 сайын экологиялық бақылау бағдарламасы жүргізіледі. Бұл аккредиттелген лабораториясы бар мекемелермен келісімшарт арқылы жүргізіледі. Бұнда қоршаған ортаның әр факторларына, атмосфералық ауаға, топыраққа, бәріне мониторинг жүргізіп отырады. Инструменталдық әдіспен және есептік әдіспен. Сұрақтар болмаса, онда қоғамдық тыңдауды өтті деп, қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймыз.